Зумға дауыс естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Тураға бәрі келді. Зумға айтып жіберейін де. Тураға бәрі келді. Халық жиналып отыр. Жиналысымызды бастайын отыр. Құрметті қонақтар, жергілікті тұрғындар, әріптестер, бүгінгі қоғамдық тыңдау қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Менің есімім Өтеғалиев Нұрбол Нұғманұлы, қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы, осы жерде осы қоғамдық тыңдаудың төрағасы. Бүгінгі кезекті қоғамдық тыңдауда Батыс Петроль жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің объектісі үшін рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шаралары жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және Атырау облысы, Атырау қаласы өнеркәсіптік аймақ номер 14 құрылыс жұмыс жобасына арналған қоршаған ортаны қорғау бөлімі талқылауға шығарылып отыр. Тақырыбы қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылы 3 тамызда номер 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тапсырыс беруші Батыс Петроль жауапкершілігі шектеулі серіктесі болып табылады. Жиналысты басталмастан бұрын қоғамдық тыңдаудан хатшысын сайлап өтсек. Хатшы ретінде Аманова Ақмарал, Батыс Петроль мекемесінің эколог маманы. Қарсы қалыс жоқ? Жоқ, қарсы. Онда Аманова Ақмаралды бүгінгі қоғамдық тыңдаудың хатшысы болып тағайындады. Тыңдауды бастамас бұрын тыңдаудың регламентін бекітіп алуымыз қажет. Бірінші негізгі жоба бойынша баяндамашыға 10-15 минут беріледі. Баяндаманы бөлмей, сұрақтар баяндама аяқталғаннан кейін қойылады деп. Келісіп алсақ, қарсы қалыс жоқ қой. Қатысушылар тарапынан сұрақтар қойылады, сұрақтарға рет-ретімен жауап берілу қажет, сұрақтарға 10-15 минут уақыт беріледі. Қарсы қалыс жоқ қой. Онда баяндамашыға Центр испытаний качества продукции жауапкершіліктерінің жобалаушы Ақманова Ақгүл. Баяндаманың тақырыбы Батыс Петроль жауапкершілігі серіктестігінің кәсіпорын инженер-техникалық корпусымен блокталған номер 1 жуу, булау цеха реконструкциялау, қоршаған ортаны қорғау бөлімі және табиғатты іс-шаралардың жоспары. Бетте презентация бар екен. Екінші баяндамашы экосандар жауапкершілігі жеке кәсіпкерлік жобалаушы Сейітова Ботагөз. Баяндаманың тақырыбы Батыс Петроль жауапкершілігі серіктестігінің объектісі үшін рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шаралары жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Онда бірінші баяндамашы сөз беремін. Баяндама оқу етсеңіз болады. Микрофон қосыңыз. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, келгендеріңізге рахмет. Бүгін біз Батыс Петроль жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорнының номер 1 жуу булау цехын реконструкциялау жобасын ұсынамыз. Кәсіпорын қолданыстағы жуу булау станциясын қайта жаңғырту көзделуде. Жоба аясында инженерлік техникалық корпуспен біріктірілген номер 1 жуу булау цехын қайта жаңарту, қолданыстағы технологиялық жабдықты Санкт-Петербург қаласындағы чистая технология групп өндірген жаңа жабдыққа ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. Қарастырылып отырған нысан қолданыстағы кәсіпорын болып табылады. Технологиялық процеске өзгерістер енгізу көзделмеген, өндірістік қуаттылығы өзгеріссіз қалады. Жобаланатын нысан Атырау облысы, Атырау қаласы оңтүстік өнеркәсіптік аймақ номер 14 құрылыс мекенжайында орналасқан.
Батыс петролин жуу булау станциясының негізгі қызметі мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған вагон цистерналардың ішкі беттерін жуу және өңдеу болып табылады. Сонымен қатар өңдеуден өткен вагон цистерналарға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жоба қолданыстағы кәсіпорын аумағында орналасқан жұмыс істеп тұрған жуу булау станциясын қайта жаңғыртуды көздейді. Нысан жаңа құрылыс болып табылмайды. Қайта жаңғырту қолданыстағы өндірістік алаң шегінде жүзеге асырылады. Негізгі мақсат объектіні жаңғырту, ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу және экологиялық қауіпсіздікті арттыру. Құрылыс монтаждау жұмыстары 2026 жылдың соңына дейін жалғасады. Ал нысан 2027 жылдың қаңтар айынан бастап пайдалануға беріледі. Құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаны ластайтын 12 көз қарастырылған, оның ішінде 3 көз ұйымдастырылған және 9 ұйымдастырылмаған шығарындылар көзі бар. Атмосфераға 29 түрлі ластаушы зат шығарылады. Құрылыс кезеңіндегі жалпы шығарындылар көлемі жылына 116,9 тоннаны құрайды. Келесі слайдта кадрда атмосфералық ауаны ластау көздерінің орналасуы көрсетілген. Көріп тұрғандай 3 ұйымдастырылған және 9 ұйымдастырылған шығарындылар көзі белгіленген. Ластаушы заттардың таралуын есептеу ең қолайсыз жағдай үшін фондық концентрацияларды ескере отырып жүзеге асырылады. Ең жақын тұрғын аймақ Атырау қаласының Ким поселок шағын ауданы объектіден 2,6 км қашықтықта орналасқан. Есептеулер нәтижелері бойынша ластаушы заттардың концентрациясы 0,5 шекті рұқсат етілген концентрациядан аз, ал олардың қалыптасуына фондық ластауның негізгі үлес қосады. Объектінің атмосфералық ауаға әсері шамалы деп бағаланады. Санитарлық эпидемиологиялық нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі. Технологиялық жабдықтардың жұмыстарын жүргізу кезеңінде ластану көздерінен бөлінетін ластаушы заттардың тарату кезінде әсер ету аймағы, санитарлық қорғау аймағының шекараларында орналасқандығы анықталды. Бұл ретте кәсіпорын үшін санитарлық эпидемиология қорытындығы сәйкес санитарлық қорғау аймағы кәсіпорын шекарасынан 500 метр қашықтықта орналасқан. Экологиялық кодексіне сәйкес объект 2 санатқа жатады. Жүргізілген есептеулердің нәтижелері бойынша құрылыс кезеңінде жылына 116,4 тоннаны құрайтын ластаушылықтар шығарындыларының нормативтері айқындалды. 2 санаттағы объект үшін өндірістік экологиялық бақылау экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Өндірістік экологиялық бақылаудың негізгі міндеті ластаушы заттар шығарындыларының көздерін бақылау және белгіленген экологиялық нормативтердің сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Құрылыс монтау жұмыстары кезеңінде шу мен дірілдің негізгі көздері автокөлік техникасы, дәнекерлеу жұмыстары, станоктардың жұмысы және басқа да жөндеу жұмыстары болады. Аталған әсерлер жергілікті сипатқа ие және нысан шекарасынан тыс жерде рұқсат етілген деңгейден аспайды. Эра 3.0 бағдарламалық кешенінде жүргізілген есептеулер нәтижесі бойынша санитарлық қорғау аймағының шекарасындағы физикалық әсердің кем төмен деңгейде екені және 49 децибелдан аспайтыны анықталды. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңінде объектіне сумен жабдықтау қолданыстағы су тұтыну жүйесі есебінен жүзеге асырылатын болады. Өндірістік, шаруашылық, тұрмыстық және өртке қарсы қажеттіліктер үшін шарттық міндеттемелерге сәйкес Атырау облысы су арнасы сумен жабдықтау жүйесі пайдаланылатын болады. Құрылыс кезеңінде жұмыскерлерді ауыз сумен жабдықтау бөтелкедегі сумен қамтамасыз етілетін болады. Су ресурстарына әсер ету күтілмейді. Жүргізілген бағалау су ресурстарына, жер қойнауына, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне елеулі әсердің жоқтығын көрсетті. Топырақ жамылғысына әсер жергілікті сипатта болып, тек нысан аумағымен шектеледі және төмен деңгейде бағаланады. Құрылыс кезеңінде тұрмыстық және жекелеген өндірістік қалдықтар пайда болады. Олар үшін жинау, уақытша сақталып және мамандырылған ұйымдарға беру қарастырылған.
қалдықтарды басқару жүйесі қоршаған ортаға әсерді барынша азайтуды қамтамасыз етеді. Жоба жұмыс орындарын құру және жергілікті халықты тарту есебінен оң әлеуметтік-экономикалық әсер етеді. Құрылысқа 114 адам тартылады. Олардың басым бөлігі Атырау тұрғындары. Пайдалану кезеңінде объект білікті персоналдың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді. Бұл ретте халыққа теріс әсер ету болжанбайды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөзді баяндамашыға беремін. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Бүгінгі тыңдалым Батыс Петролиум жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін атмосфераға ластаушы заттардың 2027-2036 жылдарға арналған рұқсат етілген шығарындылар стандарттарының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, пайдалану кезеңіне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Жол станциясының аралығы оңтүстік өнеркәсіптік аймақта Атырау қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 3 км қашықтықта орналасқан, учаскенің солтүстігінен 1,8 км қашықтықта химия зауыты орналасқан, солтүстік-батыстан 2 км қашықтықта Атырау мұнай өңдеу зауыты орналасқан, ең жақын тұрғын аймақ 2,6 км-ден астам қашықтықта орналасқан. Кәсіпорындағы зиянды заттар салынатын негізгі көздері мыналар болып табылады: ұйымдастырылған дерек көздер, ұйымдастырылмаған көздер. Барлығы 54 стационарлық көздер, оның 23-і ұйымдастырылған, 31-і ұйымдастырылмаған. Ұйымдастырылған дерек көздер дизель генератор, резервуарлар, шлангты жинауға арналған контейнерлер, дренаждық резервуарлар, бу қазандары, бензин генераторы, жол цехы. Ұйымдастырылмаған көздерге сорғылар, тығыздағыштар, разделдің нүктелеу, сырлау, станоктарының жұмысы, құю эстакадасы, сегізтүйгіш, ұрғылар, технологиялық сепарациялық модуль, шлангдарды жинауға арналған цистерналар, контейнерлер болып табылады. 2026-2036 жылдарға арналған жалпы шлангдардың тізбесі 124,9 тоннаны құрайды. Адамның мекенге ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын санитариялық қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларына бірінші қосымшаның бірінші бөлімі екінші тармағының 24-ші тармақшасына сәйкес кәсіпорын қауіптіліктің екінші класына жатады. Санитариялық қорғаныш аймағы мөлшері 300 метр. Есептеу нәтижелері бойынша максималды шекті рұқсат етілген концентрациясына келесі заттар бойынша қол жеткізіледі. Дельметил бойынша шекті рұқсат етілген концентрациясы 180 метр қашықтықта жетеді. С-12, С-19 алқаптары бойынша шекті рұқсат етілген концентрациясы 100 метр қашықтықта жетеді. Бензол бойынша шекті рұқсат етілген концентрациясы 94 метр қашықтықта жетеді. Бұл ластаушы заттардың жер бетіндегі концентрацияларының дисперсиясының модельдеу арқылы анықталған. Мұнай өнімдерінің булануынан болатын шығарындыларды азайту үшін АВС 200 және 700 цистерналы шығарындыларды 20% төмендететін АВС 2 жарықтық аралас клапандармен жабдықталған. Жол станциясы ғимаратында және жуу цехында орнатылған ауаны тазарту қондырғысы атмосфераға шығарылғанға дейін бар газ тәрізді заттардың шамамен 96%-ін жоюды қамтамасыз етеді. 2027-2036 жылға арналған экологиялық бақылау бағдарламасы әзірлеу үшін негіздеме, объектілерді өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу қағидалары, бірінші және екінші Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 15 шілдедегі номер 250 бұйрығымен бекітілген санаттар ішкі есептерді жүргізу, өндірістік экологиялық бақылау бойынша мерзімді есептерді қалыптастыру және ұсыну.
ішкі бақылауды жүргізу, экологиялық талаптардың сақталуына ішкі тексерулер, қалдықтармен жұмыс істеуді басқару, атмосфералық ауаның жағдайын бақылау, тоқсанын бірлік, радиациялық мониторинг және бірлік, алаңдарда топырақтың ластану деңгейін мониторингтеу, тоқсанына бірлік жүргізу. Негізгі нормативтік құжаттар мыналар болып қалдықтарды басқару бағдарламасының әзірлеу ережелері, Қазақстан Республикасы экологиялық, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 9 тамыздағы номер 318 бұйрығымен қосымша қалдықтардың шектеушісі Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 6 тамыздағы номер 314 бұйрығы, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 22 маусымдағы бұйрығы номер 206 қалдықтарды жинақтау пункттері мен қалдықтарды жою пункттерін шектеу әдістемесін бекіту туралы. Бағдарламаның мақсаты қалдықтармен жұмыс істеу нормалары мен ережелерін сақталуын қамтамасыз ету, қалдықтармен жұмыс істеу принциптері, түзілетін барлық қалдықтарды сәйкестендіру және паспорттау, бөлек жинау және сұрыптау, мамандандырылған бөлмелерде және арнайы жабдықтарда қоймалау, мамандандырылған кәсіпорындарға бақылау тапсыру. Қалыптасқан жағдайға жинақталған қалдық көлемі 412 тонна жылда құрайды. Қалдықтарға мұнай қалдықтары, пайдаланылған көмір сүзгілер, байланған қалдықтар, құрамына сынап бар қалдықтар, медициналық қалдықтар, ластанған ыдыс, аккумулятор қалдықтары, пайдаланылған картридждер, қауіпті емес қалдықтарға, металл жаңқа, қағаз қалдықтары, тамақ қалдықтары, шиналар, металл сынықтары, сүру қалдықтары, құрылыс қалдықтары, пластмасса, байланған топырақ, оқшаулағыш материалдар, пайдаланылған дискілер, ауа сүзгілері. 2027-2036 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары пайдалану кезеңі 90 сайын қоршаған ортаға әсер ету мониторинг қоса алғанда экологиялық бақылау жөніндегі іс-шараларды жүргізу, мамандандырылған ұйым мен қалдықтарды кәдеге жаратуға штат жасасу, жаңа ағаштар мен бұталарды отырғызуды, сондай-ақ түп баптауды қоса алғанда бұрыннан бар өсімдіктерден аумақты көгалдандыру бағдарламасын жалғастыру, мамандардың біліктілігін арттыру. Батыс петролиум жауапкершілігі шектеулі серіктестік экологиялық жұмыстары, аумақты көгалдандыру және абаттандыру жөніндегі іс-шараларды жыл сайын қаржыландыру, 1000-ға жуық өсімдік отырғызылды, аршалар, акациялар, шағын бау гүлдері, газон мен жасыл-шіліктерге үнемі күтім жасау. Таза Қазақстан акциясына қатысу, аумақтарды санитарлық тазалау, абаттандыру және көгалдандыру, экологиялық жағдайды және халықтың тұрмыс сапасын жақсарту, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламамызға көп рахмет. Аяқталды. Баяндамашы рахмет. Екі баяндама бойынша қатысушылардан сұрақ бар ма екен? Қойсаңыздар болады. Жоба бойынша сұрақтар болса, жобаға қатысты немесе зуммен естіліп тұр ғой да, презентациялар бәрі көрінді ғой. Сұрақ бар ма екен? Екі баяндама. Алмасыздар ма? Мына жоба бойынша қазіргі мекемеде қанша жұмыс жасап жүр адамдар, сосын былай алдағы уақытта қанша адам жұмысқа тұруға деген жоспарлар бар. Сосын мынау табиғаты аясында, мынау таза Қазақстан аясында жасап отырған іс-шараларға Батыс петролиумның қаланың көгалдауына көп үлесі тигізіп жатыр. Бірақ дегенмен өз салаларында тағы да қала шеттерінде отырғызу жоспарлары бар ма екен? Рахмет.
толтырма. Жұмыс жөнінде. жұмыс жөнінде бас инженер жауап береді. Ассалаумағалейкум. Бана жұмыс жөнінде айта кетейін. Бағанағы басы бағана айтып кетті. 114 адамдар жұмыстар атылады. Құрылыс жұмыстары жүргізетін құрылыс мекемесіне тапсырма бердік. Осы қала тұрғындарының 70-80% Атырау қаласынан болсын деген шешім қабылдады. Ал мына жеке Батыс Петролиумның өзінің жұмысшылары саны 192 адам жұмыс жасайды. Бәрі Атырау қаласының тұрғындары. Бана вакансиялар бізде еңбек кезек сайтына жарияланады. Сол жерден бөлініп, сол жерден алмасып істейді. Кешіріңіздер, дауысы естілмейді, дауысын шығарасыздар ма қаттырақ? Көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. 2019 жылдан бастап компания 2017 жылы салынды, 18 жылы қабылданды. 2019 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 1000 тіркеу ағаш егілді территорияда. Осы қарсаңында біздер осы қаладан шенеуніктері қатысып жұмыстарына қатысады. Баяндама. Казахская связь действительно ассоциированы с качеством. У меня вопрос. Система воды при эксплуатации в цехе. И как она будет осуществляться? Объем потребляемой воды, вторичное использование и количество сбрасываемой воды. Так, четко там. Бұл сұрақтар бізде қазіргі технология наоборот технология чисто технология. Бізде сброс Вот это оборотная вода, которая с нефтепродуктами, она очищается, да? Она имеет резервуар, да? У нас свой резервуар есть. В этом технологии, там пространственная технология, там есть МКС специальный для сбора, для очистки, для повторного использования, для хранения. Ну, технология такая, что который виновным в смысле даже Мониторинг подземной фотосвязи будет? да. У нас по территории 5 скважин специально. Вот необходимость пород, чтобы определить, как вы определите, если у вас появится тяжелый металл, как вы докажете, что это не связано с каким-то процессом технологическим? А в принципе, прям резервуара не будет у вас на входе? У нас дополнительный не будет, потому что у нас только конструкция сама цифра. Резервуар фактор подставка действующий. Резервуар фактор который сұрақтар бар ма екен? Баяндама бойынша сұрақ қоятындар бар ма? Онлайндан сұрақтар. Бұл арқылы онлайндан сұрақтар. Сұрақ бар ма? Саламатсыздар ма?
Саламатсыз ба? Управление природных ресурстан. Бізде бір сұрақ бар. Мына шығарындыларды азайту бойынша қандай нақты шаралар қарастырылған? Сіздерде 124 тоннада сіздерде 27-тен 2036 жылға дейін. Сол мына шығарындыларды азайту бойынша қандай шаралар қарастырылған? Бұл сұраққа жауап беріп кетейін. Бізде бағана слайдта көрсеттім. Қазір кері ашайын. Слайд мониторы қазір. Экранда. Мекемеде барлық резервуарларда мұнайдан сақтаған кезде шығатын шығарындыларды 20% азайтатын қондырғысы бар. КТС 1500 деп аталады. Одан бөлек мекемеде екі жылу станциясы бар. Сол жерде жылу процесс кезіндегі шығатын шығарындылардың барлығын ауаға 96 және 99% дейін ауаға шыққан шығарындылардың бәрі сол азайтылған көлемде көрсетілген. Бұл жерде енді мекемеде негізгі ауаға шығаратын ластауыш көздер бұл бағанағы бізде мына жол қондырғысынан бөлек тракторлар бар, жылу жасайтын. Солардан шығатын генераторлар бар, одан бөлек емкістер бар. Соның бәрін қоса алғанда осындай шығарындылар шықты. Бағанағы шығарындыларды азайту қарастырылған. Дауыс естілді ме? Жалпы шығарындыларды азайтуға мүмкіндік бар ма сіздерде осы жобаға қатысты? Жалпы мекеме шығарындыларды азайту көрсетіп қазіргі қазіргі слайдсыға көрсетіп тұрса, осы жерде бағанағы көрсетілген азайту қондырғыларды қаншалықты азайтатын пайызы. Олар қатысушы қанағаттанасыздар жауабына. Естіліп тұр ма екен? Сіздің дауыс естіліп тұр. Сіздерді біз дұрыс естіп жатқан жоқпыз, үзіліп кетіп жатыр, ответіңізді дұрыс естімедік. Жалпы қазір мына сізге слайд көрініп тұр ма экранда? Жобаға қатысты жоба қараған кезде сіздерге ұсыныстарымызды, ескертпелерімізді жолдайтын боламыз. Қазіргі уақытта мына жоба сараптамада жатыр. Осы мына қоғамдық денсаулықтың ескертулерін және мына экологиялық сараптаманың бүкіл беретін ескертулерін ескеріп, бұл кері тапсырылған экологиялық сараптама. Тағы да баяндама шығармашы. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, онда бүгінгі қоғамдық тыңдауды өткізу деп санаймыз. Осымен қоғамдық тыңдауды жауап береміз. Қоғамдық тыңдау аяқталды. Барлығыңызға рахмет. Сау болыңыздар.